Dostlar, men kafege kelatırım. Zakaz yapma, zakaz. Hayır, zakaz. Salamatсыздар ма? Zakaz. Birden aytaymiz, tort kabul. Tort zakaz kabul. Bu desertlerden isteydi. Sizce? Men любой істей беремін. Любой істей болса. Маған жақсылап торт істеп беріңіздерші. Балам туылған күн еді. Сосын кейін пирогтар, анандай. Дастарханға қойғанға ше, тәтті-пәтті дегендей ше. Сосын салаттар керек. Сосын кейін жаңағындай самса, не бар өзі, соның бәрін істегеніңіздер, е? Оплата қай уақытта төлейін? Оплатасын қай уақытта төлейін? Заказ дайын болғаннан кейін төлейін, е? Та онша мен істеп қалып, ақшасын алып алып, сіздер қашып кетесіздер, е? Жоқ емес, оншасы. Онша істейсіздер ма? Кімге істеп жатсыздар ол торттарды? Заказдарыңыз ба? Жарайды. Мен кеттім заказ. Мен қазір келем, е? Қанша минутта дайын болады? 20 минутта дайын бола ма? Жақсы, сау болыңыздар. Мынандай клиенттеріңіз көп болсын. Ойбай, аяғыма жабысып жатыр ғой мыналар. Тәтемдер. Жаңа клиент ше, жындыма бүйтіп айтады еще өзінше. Қазір ақшасын бермей қойын, дұрыс жасамай не істеп қалады. Дұрыс жасаймыз ғой, е? Пирожки жасайық деді. Болғандай не болады ғой? Тұр накрыл. Ішпей атырсы. Ондай жасайын ба деп тұрмын. Ұлдаске торт жасайын баласына деді. Қойш? Иә. Біләме машинаң қайдан табы? Қаншада толып атады екен? Соғыға айтпаймын. Жасын айтпаймын. 5 деп қоя салсыз, 5-ге толатын жағы. 7-ге толатын шығар. Давай, анда 7. Балас, куда емес? Баласын шли, бағасын көріп тұрған күні түсіп кетпейтін шығар. Баласын кішкенде олмай ма? Заказыма келатырмын, заказын дайындадым екен, істеді екен кісілер. Заказымды алып қайтайын. Бір күн болды заказ бергеніме. Не звондамайды дайын болды деп бұл кісілер. Саламатсыздар ма? Заказың дайын болды ма? Мен қонақ шақырып қойдым ғой, сонша қонақты неғып шақырдым сіздерге, сені барлығын тапсырып кеттім ғой. Қанша минутта дайын болады? 15 или 10. Күшке тұрайық па? Тез дайындаңыздар. Тегі бір кеше беріп кеттім ғой мен сіздерге. Енді бізде көп клиент бар ғой, оның қайсысын өзгереміз дейді. Болыңыздар, мен 1 сағатта не істеймін, қонақтарым келеді десіз үйге барып. Енді 1 сағатта деп 1 сағатта дайындамайды жүрсіз, мен дастархан жасауым керек үйге барып. Қоюым керек қой заттар. Самса бір нәрсе деген, біз тек торт қана жасай аладық. Өлә, өткені сіздер самса бәрін жасай береміз дедіңіздер ғой маған. Ой, бізге не бастық айтты, жасамайтын. Өлә, сіздерге сеніп мен самса ештеңе пісірмедім ғой. Пісіріп беріңіздер енді маған самса бірдеңелер. Ой, енді басқа жақтан ала салсаңызшы. Өлә, қақтан жүремін енді дайын самса ешкім пісіріп қоймайды. Заказбен істейді ғой барлығы. Ма, қандай жауапсыз адамсыздар. Мен самса пісіремін. Самса пісіріп бересіз ба? Келем онда, мен қазір бір айналып келем. Сіздер тез дайындап қойыңыздар. Мен уақытым жоқ, қайта-қайта жүгіріп ары бері жүре беретін уақытым жоқ. Машинам да жоқ астымда. Таксимен жүрмін ғой ары бері, таксиге де ақша төлеу деген оңай емес қой. Тез жылдам менікін ғана істеп беріңіздерші, басқалардың кейін істейсіздер. Ой, я. Мен сіздікін істеп беріп жатырмын, ала басқалардың істеп беріп. Жылдамдатыңыздар. Иә, мен жылдамдатамын. Не істедіңіздер, тортын дайын болды ма? Мына менің тортым ба? Ма, нутелладан жасадыңыздар. Вау, күшті болыпты менің торттарым, рахмет, ұнады. Бағана бекерден бекер ашуланыппын ғой, сіздерге. Кәні кофем.
Мә, зор жасапсыздар, қолдарыңыз балдай екен. Қанша болды мен ақшасын төлеп кетейін? Жоқ, сізге бүгін бізде 50% скидка болып жатыр. Сол үшін сіздерге 10 мыңнан береміз. 30 мың негізі. 10 мыңнан бересіз ба? Жоқ, ойбай 10 мың деп болмайды. Общий үшеуі қанша болады? 5 мың. 5 мың бола ма? Рахмет сіздерге көп. Енді сіздерге клиент жіберіп тұрам. Менің нелерім, инстаграмда подписчиктерім көп. Сіздерді жарнамалайтын болам. Рахмет, сау болыңыздар. Не, төлемді Каспиймен төлесем бола ма? Болады, Каспийден төлеймін қазір. Жақсы, сау болыңыздар. Күшті болды, тоттарым ұнады.